Менің қазіргі ағылшын деңгейім C2, IELTS-тан ұпайым 9-дан 8,5. Бұл деңгейге жетуге менде қанша уақыт кетті? Тыңдаған құлаққа алтын сырға. Ал тыңдаңыз. Мен ағылшын тілін 7-ші сынапта оқи бастадым. Арнайы курсқа қатысып, аптасына 3 рет 1 сағаттан New English File деген кітаппен оқыдық. Мен негізі элементари деңгейінен бастауым керек еді, бірақ топ жиналмағандықтан pre-intermediate тобына қосылдым. Солай 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып 4 жылдай мен pre-intermediate'тен upper intermediate деңгейіне дейін жеттім, upper'ды аяқтадым. Одан кейін 11-ші сынып ұбт деп үзіліс алдым. 11-ші сыныпта мен Назарбаев университетіне түскім келді, сондықтан IELTS-қа дайындала бастадым. IELTS-қа 2 ай белсенді дайындалып, күніне шамамен 6, кейде 8 сағатқа дейін арнап, аяғында алғашқы IELTS-ымда 7,5 деген ұпайды алдым. Ол C1 деңгейіне тең. Ары қарай мен сәтті Назарбаев университетіне